Жалғастырайық. Елордалықтар енді көшеде шырт-шырт түкірмейді. Қалалық мәслихат депутаттары қоғамдық орындарда түкіргендерге жазаны күшейтуді ұсынды. Әсіресе сергек камералары арқылы тәртіп бұзғандарды анықтап жазалау ісін одан әрі жетілдіру керек дейді. Тақырыпта Азамат Бейбітұлы зерттеп көрді. Оның өке машинаң сайлы екен. Көз тиет түкір. Мәселе бүгінгі ырымда емес, мәселе түкірікте. Көшедегі көп адамның қайсысы жерге түкіреді екен деп төбедегі сергек күзетіп тұр. Елордалық мәслихат депутаттары қоғамдық орындағы тәртіпке қатысты заңды күшейтуді ұсынды. Сессия отырысында мәслихатта біздің әріптесіміз Динара Саджанқызы көтерді және өте орынды. Депутаттардың ойынша әрине әкімнің тарапынан да бұл қолдау табылды, сондықтан талапты күшейту қажет. Таза көшелерде маңдай тердің табы бар. Түкіруге қатысты тыйым жайлы естіп, шын қуанғандардың бірі Ақмарал Қожамқұлова. Ол таңғы 5-6-дан кеш батқанша көше тазартады. Темекінің шылымдарын теру іштек емес, мынау балалардың тура осының жанына келіп қақырып, түкіріп, мына насыбайлардың іздері жатыр. Осылай істеп кетеді, ал айтуға біз батпаймыз, өйткені бір-екі рет балалардан сөз естідік. Дәрігерлердің айтуынша адамның ауыз қуысы ең лас мүше. Бір ғана түкіріктің өзінде патогендік микробтардың 500-ден аса штамы өмір сүруі мүмкін. Олардың ішінде құтырма, пневмония, гепатит, туберкулез, тұмау және тағы да басқалары бар. Сол себепті, егер осындай қоғамдық орындарда, әсіресе аулаларда біреу түкірсе, ол өзінің мәдениетсіздігін ғана көрсетіп қоймай, өзгелерге, әсіресе балаларға қауіп төндіреді. Темекі шегетін, асып аятатын адамдар түкіргіш келеді. Әсіресе жол бойында көліктен түспестен ауыздағы қоқысын тастап жатады. Біздің қазақта, мысалы, насыбай ататындардың өзінің түкіргіші болған. Бұл мәселені шешуге араласуға болады. Түкіргіштер шығаруға болады, қызық. Солай емес пе? Мәдениетсіздікті тек қана мәдениет арқылы шешесіз. Басқа шешімі жоқ. Көшені ластап, оның ішінде түкірген үшінде былтыр 5412, биыл 6300 адам айыппұл алған. Егер түкірікке қатысты заңға түкіргенім бар десеңіз, 5 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл төлейсіз. 15900 теңге. Екінші рет қайталанса, айыппұл да 2 еселенеді. Бірінші, екінші рет ескертіп, сосын барып салса болады деп ойлаймын. Көп адам мәдениетсіз. Көбі машинадан ашады, түкіреді, анауынан насыбайды тартады. Сосын түкіреді, енді не істейсің? Дегенмен қоғамдық орындарды ластаған, оның ішінде түкіргендерге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық бабы әуелден бар екен. Қоғамдық орындарды ластау бойынша құқық бұзушылық тәртібін бұзған үшін біз жауапкершілікке тартып отырмыз. Біздің бейне таспаға жаяу жүргізушілерде, көлік жүргізушілерде бірдей түсіп жатады. Орай келген соң Жұмекен Нәжімеденовтің бір өлеңнен үзінді оқиын. Уа туған жер, шүкірсің, топырағың киелі, бір есуас түкірсе, ол бетіме тиеді. Қорыта айтқанда, барлық мағынада түкірігіміз жерге түспесін. Азамат Бейбітұлы, Советхан Жағиев, Қазақстан ұлттық арнасы.